Сәлеметсіздер ме? Отбасы банк арқылы балаға әртүрлі жастан бастап депозит ашуға болады. Ол үшін браузерге кіреміз, Google Chrome'ға поисковикке отбасы банк деп жазып алып, поискке басамыз. Ашылған беттен отбасы банк сайтына өтемін. Төменге жүріп, осындай төменгі жақта телефонның суреті тұрады. Соған басып өткен сәтте видеобанк дегенге басамын. Қазақша аударып аламын. Сұрақты таңда деп тұр, басып депозит ашуды басамын. Астына өзіміздің отбасы банктегі телефон нөмірімізді жазамыз. Оның астына ЖСН нөмірімізді, және астына фамилиямызды, яғни тегімізді, оның астына атымызды жазып, әрі қарай байланыс қоңырауды бастау дегенді басып өтемін. Телефонда бәрі қосылып тұру керек, жалғастыру дегенді басып өтемін. Телефонда камера, микрофон бәрі қосылып тұрса, бәрінде галочка қойылып тұрады. Менде соғылып басталды. Бұл қоңырау өшіру батырмасы. Енді қызметкердің жауабын күтетін боламын. Дождаться ответа дегенді басып күтемін. Шерет өзі жаймендеп жақындай бастайды. Өзім кем дегенде 3-4 минуттай күттім. Жаймендеп шеретім жақындай бастайды. Дождаться ответа басамын. Шеретім жақындауға 6 адам балды деген сөз. Міне, оператормен байланысым басталды. Оператормен балама депозит ашатынымды түсіндіріп жатырмын. Кез келген сұрағыма жауап ала аламын. Телефоныма код жібереді. Кодты операторға айтамын. Одан бет бейнемізді камераға түсіріп алады, өзіміздің. Одан кейін жеке көліктің алдын, артын камерамен түсіретін боламын. Алғы бетін түсірдім, енді екінші арт жақ бетінен тағы камераны қосып, камера деген таңдап, куәлігіміздің артын түсіретін боламыз. Птичканы басып, осылай қабылдап алады. Осылай тиімді түрде отбасы банкіні аяқтай бармай-ақ үйден балама депозит аша аламын. Телефонға тағы да соңғы код жіберетін болады. Енгізіп жатыр. Кем дегенде оператормен байланысым 10-15 минуттан
созылды. Телефон нөміреме тағы да соңғы кодты жібереді де өзіме альтернативті депозиттің ашылған туралы кодын жібереді. Бұл балаға ашылған альтернативті код депозиттің коды. Оператормен байланысты үзіп, жұмысын бағалап өтемін. Депозитіміз сәтті ашылды. Оны тексеру үшін өзімнің отбасы банкіме кіріп тексеретін боламын. Альтернативті код ол жаңағы баланың депозитіне ақша аударған кезде сол код арқылы, Каспи арқылы, отбасы банкі арқылы альтернативті кодын жазу арқылы ақша аудара аламыз. Міне менің балама ашылған депозитім осылай көрініп тұратын болады. Жеке кабинетімізде. Бұл екінші баламның депозиті ертерек ашқан. Ал мында бұл жаңадан ашылған, қазір ашқан депозитім. Үстінен басып қарайтын болсақ, депозитке бір айдың ішінде қанша толтыру керектігі екені көрсетіліп тұр. Міне бұны толтыру үшін Каспи арқылы жаңағы альтернативті кодын жазып, отбасы банкіне сол баланың депозитін толтыра аламыз. Кез келген уақытта Каспи арқылы. Видео пайдалы болып жатса, тіркеліп, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Рахмет.